Достар, біз қазір машинаға жайғастық, енді бұйыртса машина іздеу керекпіз. Мінекей қараңыздар, бізге бастысы досымжан қандай машина алатынымызды айтқан жоқ. Алдыңғы видеода біз российский учет машина алған болсақ, бұл жол ол енді условия қойды, қазақ учет болсын деді. Мен не істеймін? Әрине, ең арзан тиімді машина бұл әзірше сол десятка. И сондықтан да мен Астанадан емес, жалпы Шымкенттен қарағым келіп тұр осы машинаны. И Шымкенттен айдап алып келсе, тем более бір әдем болайын деп тұр. ВАЗ десятканы колесаға кіріп іздейік. Жалпы средний бағаларды біліп алайық. Қараңыздар, 1.200.000 дейді, 500.000 дейді. Ох, 500.000 дейді. По идее, бұны ары қарай проект қылып былай істесек, бірақ көп кетіп қалатын сияқты. Жалпы 2 миллион дейді. Анау не істеген екен сонша? База жоқ. Так, 1 миллион 300. Ну, ориентир примерно средний баға миллион болып тұр. Сондықтан қазір біз енді біреуін іздейік. Достар, біз где-то бір 5 минутта іздедік, и 5 минут ішінде біз уже өзімізге керекті бір машинаны таптық. Қараңыздар. Жалпы Шымкенттен осындай бір вариант шығып тұр. На жерде менің байқауымша линзовый оптикасы бар екен. Жалпы машина 2004 жылғы, таза қазақ учетта. Бұлай жалпы әдемі. Түрі мына жақта номер түсіп қалған екен. Жалпы қазақ учет. Шымкентский номерде бәрі әдемі. Цветі осындай көк күмбек. Бұлай жалпы негізі ұнап тұр. Бұлай жалпы ұнап тұр негізі. Жалпы фотоларды қарап шықтық. Бұлай негізі ұнап тұр. Жалпы егесі 1.200.000 деп қойған екен бағасын. Енді бұйыртса қазір миллионға шейін түсіріп көреміз. Описаниясын оқитын болсақ, қазақ учет дейді, май жемейді, коробка теппейді, родной пробег, екінші хозяин. И жүрісі жақсы, ходовка де жақсы дейді. И кішкене болғандай вложение бар дейді, по желанию дейді. Давайте осы кісіге звондап, сөйлесіп көрейік. Гудук барып отыр. Бұл видеоның басты демеушісі Бірқыбет. Комментарияда тұрған менің сілтемемен өтіп, регистрация жасау барысында көптеген бонустар алып, кез келген спорт түріне ставка тіксеңіздер болады. Келсе жақсы болады. Алло, ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Колесода объявление бойынша хабарласып тұрем. Десятка. Колесо. Жалпы көрдім бұлай фотоларын, ертең барып көріп қайтуға болады ма? Қазір кеште болып қалды ау деймін. Шымкентте білесіз ғой. Шымкенттің өзінде тұр ғой. Болды. Бұлар бағасы қанша жалпы? 1.200.000 сол сайтта жазылғандай. Негізі саудасы көреміз ғой. Саудасы бар ма жалпы? Саудасы бар ғой, брат. В общем, братан, тема былай. Бізге машина нақты керек. Наличныймен әкеп береміз ақшаны. Жалпы былай фотодан енді ұнап тұр. Бұйыртса ертең барып көріп қайтамыз. Жалпы былай миллионға келсек қалай болады? Миллионға? Иә. 1.100.000 болсын да хотя бы. 1.100.000. Жоқ, мына жақта просто объявление жазып қойыпсыз ғой, по мелким деталям там вложение керек болады. Енді мен сізге қазір Астана қаласынан хабарласып тұрмын, Нұрсұлтаннан. Енді сіздің машинаңыз жалпы ертең келісіп жатсақ, ертең мен жолдас балам барады, сізге осы номеріңізді берем. Келісіп жатсақ, бұйыртса машинаны Астанаға ол айдап алып кетеді. Енді жаңа бензинге, там вложениеге деген сияқты ше. Сол бір түссеңіз, 1 миллионға келіссек болар сол миллион. Одан төмен сұрамаймын. Бір звондап 900-800-ге де сұрап атқан шығар. Жалпы миллион ровно келіссек. Дұрыс қой, жалпы миллионға келісіп тұрсыз, онда сіздің номеріңізді мен жолдас балама берем, сол Шымкенттен айдап алып келетін. Сізге ертең хабарласады, бұйыртса күндіз, қазір уже кеште болып қалды. Барып, машинаны былай көріп, от алдырып көріп, қарап, егер ұнап жатса, бірден сол жерде алып кетеді. Жарайды ма? Хорошо, онда ертең болды, ертең хабарласады өзі. Сосын айта кететін тағы да бір жағдай. Бізде мынандай тема болып тұр еді. Бізде қазір миллион жоқ. Бізде сол миллионның 60%-ы 600.000 теңге наличный бар. Сол жолдас балам ертең машинаны көріп, жақсы болып жатса, сізге 600.000 деп берсе, сіз
полный оформить етпейсіз машинаны, тек қана страховка жазып бересіз машинаны айдауға. Болды. И сосын нотариустен 600 000 теңге алдым деген хат жазып берсеңіз бітті. Яғни машина әлі сіздің атыңызда болады да, түсіндіңіз ба? Біз тек машинаны айдап алып кетеміз, сіз страховка жазып бересіз бізге, болды. И мен сізге бір айдың ішінде прям 100% гарантия берем, бір айдың ішінде мен сізге 400 000 теңге тауып әкеп берем, и сол кезде толық атыма аударып бересіз. Оны сіздердің аттарыңа страховкамен аударып қойсам оны или 400 000 ағам екен аударамын ғой, общем аттарыңа? Жоқ, қараңыз, атымызға, машина сіздің атыңызға толықтай жаңа 17 деген регионда тұр ғой, Түркістанский регионда. Толық машина сіздің атыңызда тұрады, тек қана страховка жазып бересіз машинаны айдауға, бітті. И және де 600 000 теңге алдым деп нотариуске барып қолхат жазып бересіз. И одан кейін машинаны біз айдап алып кетеміз Астанаға. Ары қарай мен сізге 400 000 теңге жіберем, и сол кезде толық оформить етесіз. А так біз ешқандай заң жүзінде сізден машинаны сатып ала алмаймыз, точнее басқа адамға сатып жібереміз, машина толық сіздің атыңызда болады. Яғни сіздің рұқсатыңыз ештеңе істей алмайсыз. Сіз тек қана бізге айдауға рұқсат бересіз, яғни страховка жазып бересіз, болды. Сонда пока келістік, ертең кездескен кезде басқа таныстықтармен ақылдасамыз ғой. Онда сізге досым ертең бұйыртса хабарласады, и сөйтіп ертең жалпы кездесіп көрісесіздер ғой, жарайды ма? Хорошо, онда. Все, онда жақсы братан, на связи ғой, ертең хабарласады сізге. Али деген жігіт хабарласады. Аха. Еба, келісті. Так, жалпы енді қазір бізде сағат 11:30, енді бұйыртса ертең Алидан хабар күтеміз. Ертең Али барып машинаны алып келіп жатса, вообще әдем. Так, достар, маған Али звондады, келдім дейді. Айдар Сұлтан мешітінің стоянкасына бізде келіп жеттік. Қазір енді бірінші рет машинамды көрейін деп жатырмын. Алилар уже звондады, маған келіп қойдық деп. Енді так 17-ші нені іздеш, брат? 17. Ну, тұр походу, да? Айбой, тұр ғой. Қарызындар. Ебой. Ана жүк қойыпты ғой, видеоға түсіріп жатырды, жүк қойыпты ғой, красавчик. Ебой, достар, кеттік. Короче, біздің машина аман есен келіпті, Аллаға шүкір. Енді барып көп қайтайық, жүріңіздер. Ассалаумағалейкум, родной. Қалай? Амансың ба? Сен ол келіскенін айтсайсыз енді. Айтпа, родной. Сен де Алидің көрермендері, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ал біз де келіп жеттік. Али бауырымызға көп рахмет, машинаны айдап алып келді. Страховкасы бәрі нормально алып алды. Бәрі по закону. Құда қалса енді полностью сумма, одан кейін атың аударылады, брат. Сол негізі жақсы машина. Ана бірақ майда шүйде действительно бар екен, иә. Берші. Жоқ, майда шүйде не бар екен? Анда кішкене пластмассы не болу керек, и фар жолда 14 күн рөлін айтса десем, бәрін. Ну. Так. Дауысты айтсайшы, брат. Глушакты қарау керек. Иә, глушитель кішкене тиіп тұр көзіпті, соны туралау керек. 1.5 қой да бұл, 1.5, 97 аттың күші. Жалпы қалай тірсі нормально келді? Тартыс жақсы, иә. Брат, 200 бен жүрдім ғой. Қойш? Видеода сағатын оңыз ғой. 16 клапан. 16 клапан, иә. Онысы жақсы. Приора мотор ғой. Сол, брат. Достар, көрініп берді, ұмытпаңыздар. Так, артын көрейік ал. Келді ғой. Ең бастысы қазақ учет. Алдыңа қазір Нуриктар тоже көрініп береміз деп келе жатыр. Нуриктар, ол қазір достар мен ескі десяткіммен жаңа десяткімді екеуін көресіздер. Енді бір кадрда прям бет күшті берсей ма? Мәнмен қойды, мен родной. Абдусы, рахмет. Ең басында бірінші. Енді өзіміз есептесеміз айдақ деген. Ол жағы. Бір ай срок бізде. Главное, қолхат деген қағаз ұмытпадың ғой? Неде бардачок тұр. Говно жағы. Онда видеоларды
тоқтатайық, ары қарай біз енді машинаны өзіміз қарап, былайынан машинамен танысайық. Енді көріп жатырмын ғой мен мынаны. 1.5, 16 клапан. 10 жерде бұйыртса алдағы уақыттарда обзор жасайтын боламыз. Али бауырымызға көп рахмет. Аман есен айдап алып келді. Ойбай 200 бен дейді ғой. Көбелерім, Смело, бұйыртса мықты екен, брат. Бұйыртса алда менде дәл қазір бір идея келіп тұр алдағы уақытта. Мен қазіргі машинам, мен жаңа десяткам. Енді бұйыртса қазір нөліктер келеді. Оны да қазір кадрда көрсетеміз. Так, достар, мінеге нөл келді. Мынау мен баяғы десяткам, ал мынау мен жаңа десяткам. Ал мынау біздің қазір айдап жүрген машина. Үшеуі қараңдар прям четко тұр ғой. Сос көп тұр. Енді бұйыртса әзір тек қана бізде енді екі-ақ машина. Мынау өз егесіне кетті. Тек бізде сол қазақ учетта десеп қалатын болды. Достар, видеоны аяғына қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Ареке. Келесі видеоларда кездескенше всем пока, чау. Давайте. Ең айтатын басты мәселені ұмытып кеттім. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де артта тұрған мен достардың каналдарына тіркелді. Ұмытпаңыздар. Бәрі в сборе. Все. Видео қызық болды деген ойдам. Всем пока, чау. Давайте, аман жүріңіздер. Давайте.